балалар шеңберіне келе алмайды. Біз қандаймыз? Шұғыларды таңдаймыз. Бір-бірімізді қолдаймыз. пікіріміз құнды. қателесуге қорғаймыз. жарайсыздар. Сабағымызды әрі қарай қызықты өту үшін топқа бөлініп аламыз. Бүгінгі сабақта біз қазақтың ұлттық киелі аспабы домбырамен бөлінеміз. Ал оқушылар топқа бөлініп алған болсақ, әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Біз әдебиеттік оқу сабағына өткен сабақта қандай тақырыппен танысқан болатынбыз? Асыл сөздермен танысқан едік. Ал өткен сабақты қорытындылау үшін тақтаға вортвол платформасымен берген тапсырманы орындайық. Кішінің де айтқан қандай бала ол? Тіл алғыш бала. Керемет, жарайсыз. Талдау жасаған едік өткен сабағымызда. Керемет. Міне біз мейірімді, тіл алғыш, әділетті бала болуымыз керек. Біз бұны әрбір сабағымызда айтып келе жатырмыз. Қазір қайта айдың дәйек сөзі де қандай деп аталады? Заң. Ал аптамыздың дәйек сөзі әділ, заң, аспан тірегі. Балалар, біз әділетті болуымыз керек екен. Әділетті, шыншыл болуымыз керек. Ол үшін біз бұндай әділеттілікті әдебиеттік оқу сабақтарында да үйреніп келе жатырмыз. Қай тақырыптарда үйрендік? Әділетті болу, шыншыл болу, әділ шешім қабылдауды. Кімдерден үйрендік? Төле биден үйрендік. Әтеке би, Қазбек би. Әдет бабаның қандай сөзі бар еді? Қандай беді? Мағынаны білдіреді? Дегенім әділ бол. К Дегенім шыншыл болма, көпшіл бол. Керемет. Сипатты бол. Керемет. Дегенім Мейірман бол. Біз осы ережелерді үнемі ұстап келсек, біз мықты азамат болып өсеміз. Жарайсыңдар. Ал енді сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Сендердің назарларыңды экрана қарағым келіп тұр. Қазір сіздер бір күй тыңдайсыздар. Мұқият отырып тыңдаңдаршы. Ал оқушылар, тыңдаған күй сендерге қалай әсер етті? Маған күлкі келді. Ал екінші күйден мен жылағым келді. Үшінші күйден мен ұйықтағым келді. Демек, күй адамға әсер ете ме екен? Көңіл күйіне әсер ете ме? Демек, күй арқылы не айтуға болады? Күймен жеткізе алмағандарды Күймен жеткізе алады. Адам қуанса да күй тыңдағысы келеді, мұңайса да күй тыңдағысы келеді. Керемет жауаптарына өте риза болдым. Ал олай болатын болса, бүгінгі сабағымыз әдебиеттік оқудан күй құдіреті деген аңызбен танысады екенбіз. Бүгінгі сабағымыздың оқыту мақсаты шығармадағы кейіпкерлердің мінез құлқы мен іс-әрекеті, әрекетіне ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау. Ертеңдер, үлгі бойынша кейіпкер қосу соңын өзгерту тәсілдер арқылы өлең шумақтары, әңгіме, оқиғаны көрген бойынша кейіпкерге хат жазу. Біз осы мақсатты бүгін іске асыратын боламыз. Енді кітаптардың оқулықтарында ұмалып кет ашылды. Оқулықтағы бірінші тапсырма не берілген? Қараңдаршы олар. Жұмбақ берілген. Бұл жұмбақты біз аудиожазба арқылы тыңдап көрейік, мұқият тыңдаңыз. Жұмбақ. Қос қазық, екі желі, 8 ноқта. Сөйлейді шежіредей адам соқса. Тағы бір мінезі бар таңғажайып. Еш уақыт сөйлемейді адам жоқта. Домбыра. Жауабы не екен? Домбыра. Домбыра бұл қазақтың ұлттық аспабы. Домбыра мен күй тартады. Демек бүгін біз домбыра туралы және оны тартқан күйші туралы аңызбен танысамыз. Бүгінгі аңызымыздың аты күй құдіреті. Оқымастан бұрын біз алдын күй құдіреті туралы мультфильм берілген жасанды интеллект арқылы соны жақсылап тамашалап алдық. Бірде Фараби әмір сарайына барыпты. Онда әкімдер, ғалымдар, өнерпаздар көп жиналған екен. Қыпшақтарша киінген Фараби
елеусіз ғана бір шеттен орын алады. Ол өзі жасап алған домбырасымен күй тартса, жұрттың бәрі күліп, мәз-мейрам болады. Енді бір күй тартқанда әлгілер қамалып жылай бастайды, және бір күй тартқанда бәрі маужырап ұйықтап қалыпты. Бұл күйлерді тартқан Қыпшақ Әл-Фараби деп хат жазыпты да өзі сарайдан шығып кетіпті. Әмірші оны қанша іздесе де таба алмапты. Мультфильм сіздерге ұнады ма? Аңызыңыз бойынша жасалған мультфильм. Ал осы аңыз кім туралы? Әл-Фараби кім болған? Ол екінші ұстаз болған. Екінші ұстаз болған. Керемет. Кім болған? Әл-Фараби ғұлама болған. Қашан туылған? Фараби 83 жылы ежелгі отырар қаласында дүниеге келген. Жарайсың. Әбу Насыр әл-Фараби әмбебап музыканта болған. Ол саз аспаптарынан, өз жанынан күй ән шығарған. Керемет. Аңызды әрі қарай мықты біліп алу үшін, жақсы біліп алу үшін топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топтың жұмысы міне берілген тізбектегі оқу әдісі арқылы мәтінді оқимыз, сұрақтарға жауап береміз. Аңызда кім туралы айтылған, Фарабидің тартқан күй сарайда отырған адамдарға қалай әсер етті, хатта не деп жазып қалдырған, бұл жауаптарға ауызша жауап бересіңдер сұрақтарға. Ал әмірші Фарабиді неге іздеді деп ойлайсың деген сұраққа болжам жасап, жазба түрде жауап бересіңдер. Ал астында дескрипторлары берілген, бұл дескрипторларға қарап өздеріңді бағалап отырасыңдар. Мынау бағалау парағы. Бірінші топқа берілген, әркім өзінің бағалау парағын алсын, нәтиже аты жөні жазылады. Ал артында тапсырма, топтық тапсырма деп қоясыңдар да, берілген дескрипторда неше балл, соны алсаңдар, жинақтап кете бересіңдер. Ең соңында мына жерде баллың саны шығарып қоямыз. Екінші топтың тапсырмасы ұшқыр ой әдісі арқылы орындаймыз тапсырмаларды. Бұнда күйші қандай күй тартып отыр деп ойлайсыңдар суретте. Сурет көріп тұрсыңдар, одан кейін күй адамға қалай әсер етеді, өз сөздерімен жазасыңдар. Егер күйші күй тартпағанда не болар еді? Бұл жерде болжам жасап жазу керек. Ал бастаймыз. Үшінші топ сюжетті болжау әдісі болады. Әміршінің Фарабиді іздеп тапқанын қалайсың ба деген сұрақ қойылады дейсіңдер. Мәтіннің әрі қарай қалай жалғасуы мүмкін болжам жасайсыңдар. Одан кейін мына дискрипторға қарап өз бағаларını қойып кетесің, балдарını қойып жинап аласың. Құнды пікір әдісін қолданамыз. Бұл әдісте аңызды оқып қандай ой түйгенін оқиғаны күйшінің атынан аяқтайсыңдар. Мына басы берілген. Одан кейін қазір біздің заманымызда да осындай мықты өнер иелері бар ма деген сұраққа жауап жасамыз. Және де нағыз өнер иесі қандай болуы керек сұраққа жауап береміз. Фараби әмір сарайына барысында кімде қауымдарын өнерпаздар көп жиналған екен. Құшақташы киінген Фараби елеусіз ғана бір шетте орын алады. Постер қорғауға шыққанда мына смайликтермен бағалап отырамыз. Аңыз кім туралы айтылған? Аңыз әл-Фараби туралы айтылған. Керемет. Сұрақты оқы. Фарабидің тартқан күй сарайда тұрған адамға қалай әсер етті? Көңілді болды, құлады, күлдіді, сосын бірте ұйықтады. Хатта не деп жазып қалдырған екен, не сен? Бұл күйді тапқан әл-Фараби деп жазып кеткен. Ал, енді өзің жазған ол кішкен, әмірші Фарабиді неге іздеді деп ойлайсың? Әмірші Фарабиді тауып сарайға адамдарға Тыңдаймыз. үйрету үшін іздеді. Керемет. Ән тобының болжамы, әмірші Фарабиді тауып сарайға адамдарға күй тартып үйретуін үшін іздеген екен. Бірінші топтың болжамы осылай болды. Ұнады ма сендер бір жауаптар? Кәне бағалап қойыңдаршы, кәне бірінші топ. Тамаша, сендер бағалап қойсыңдар.
елесте қандай күй тартып отыр? Күйші көңілді күй тартып отыр. Оны қайдан білдіңдер? Оны суреттен байқадым. Қандай байқадыңдар? Адамдар күліп ойнап отыр, иә? Ал күй адамға қалай әсер етеді? біресе көңілді, біресе жылайды, Біресе күледі. Өте дұрыс. Енді мынадай болжамды сұрақ. Егер күйші күй тартпаса не болар еді? егер күйші күй тартпаса халқында Әл-Фарабиді ешқұрттарын қайтын еді? Күйлерді тыңдамай қояды. Тағы? күйдің құдіретін білмей қалар. Күйдің құдіретін білмей қалар еді. Міне болжам осылай болды. Екінші топтың жауабы ұнады ма сендерге? Оқушылар тыңдадыңдар ма? Ал бағалап қойыңдар. Қол соғып, екіншіде Фарабиді іздеп тапқанын қалайсың ба? қалайсың ба деді. Айнұр, сен жауап берші. Неге қалайсың? Өйткені ол шетте күй тартқанын қалайды. Барлық халық өз күй тартқанын қалаған екен. Одан кейін мәтін әрі қарай қалай жалғасуы мүмкін? Болжаймыз. Айшадан бастайықшы. Әрі қарай Қалай бұл? әмірші Тыңдаймыз. Әл-Фарабиді тапқанын қалаймын. Себебі балаларға үйретіп, күй тартқанын және күйдің қандай Құдіреті бар екенін түсінгенін қалаймын. қалаймын. Әрі қарай қалай жалғасуы мүмкін? Бірінші қарайған Шығып кетті, иә, біз көрдік. мүмкін. Қайда бару мүмкін? Ауылға бару мүмкін. Неге? Ауылда балаларды домбыра тартуға үйрететін еді. Керемет, иә? Тағы не істеу мүмкін екен? Ол ұстаз дедік қой? Балаларға білім береді. Білім береді. Өте жақсы болжапты, иә, үшінші топ. Керемет. Сендерден осындай жауап келеді. Жарайсыңдар. Отыра қойдық. Төртінші бағалап қоямыз ба? Үшінші топ. Өте керемет болжамайды. Біздің топтың аты Сендер қандай пікірге келдіңдер? Айтшы яғни. Міне, аңызды оқып қандай ой түйдің? Құдіретін түсіндің. Керемет. Оқиғаның күйшінің артынан аяқта деген оқып берші кәне. Күйші болып әмір сарайына барып күй тарттым. Күйімді тыңдаған адамдар бірде күлді, бірде жылады, бірде ұйықтап қалды. Өзімді халыққа керек екенімді сезіндім. Қазір біздің заманымызда да осындай мықты өнер иелері бар ма деген сұрақ бар. Қазір біздің заманымызда өнер иелері бар. Кімдерді айта аласыңдар? Сәкен Тұрсынбеков, Асылбек Біреу айтсаңдаршы. Қазарал Ертеков. Төреге Момбеков, Өте керемет. Сәкен Тұрсынбеков, Жарайсыңдар. Тағы қандай өнер иелері білесіздер? Кімді білесіздер? Әлемді. Димаш Құдайберген өзінің өнерімен әлемді әлемге. Керемет. Енді соңғы сұрақтарым, нағыз өнер иесі қандай болу керек деген. нағыз өнер иесі өз өнерінің шебері болу керек. Керемет жауап. Жарайсыңдар. Қосып қоямыз. Өте риза болдым. Енді сендер де келешекте мықты өнер иесі болуларына тілектеспін. Тек қана өнер иесі емес, қандай мамандық иесі болсаңдар да өз мамандықтарының шебері болыңдар. Ол үшін не істеу керек? Білімді болу керек. Олай болса біз Фарабидің жасанды интеллект арқылы бізге берген айтқан Балалар, жүрекке әсер ететін ұлы өнер. Әуен арқылы адам жанын түсінуге болады. Сондықтан күйді құр тыңдамай сезіне біліңдер. Қолдарының ақпараттарында қағаз оркестрі арқылы сендерді сәтін орындаймыз. Әрі қарай жалғастырайық. Алдымызда жұп-жұп жұмыстың қағазы дайын тұр. Фараби тапқан күйдің құдіреті неде деп ойлайсың деген сұрақ тұр.
Kuyдің үш құдіреті көрсетілген, үшіншісі жазылған. Сендер бірінші және екінші құдіретті талғасында астында дискриптірі тұр. Сол дискриптір арқылы өздеріңді мына жақтан бағаларыңды қойып кете беріңіздер. Бойынша күлдіреді. Керемет. Асылай сен не жаздың? Күлдіреді, жылатады. Сендер не жазылды? Сосын үшіншісі ұйықтатады деп атайды. Болды, керемет, жұмысымыз орындалды. Балдарыңды қойып кете беріңдер. Әрі қарай енді біздің ең жоғары деңгейдегі тапсырмамызға жеттік. Бұл шығармашылық тапсырма болып саналады. Жеке жұмыс деп аталады. Кейіпкерге хат жазу әдісі бойынша. Міне қолдарында мынандай қағаз бар ма уақыттарында? Осы қағазды қолымызға аламыз, кейіпкерге хат жазамыз. Біздің аңызымызда бүгінгі таныстайды. Қандай кейіпкерлер бар еді? Әмірші бар. Кімдер бар еді? Адамдар. Енді кім әміршіге жазғысы келсе, әміршіге жазсын. Кім күйші Әл-Фарабиге хат жазғысы келсе, сол кісіге хат жазуға болады. Хат жазғанда, хат жазу құрылымын сақтаймыз. Иә. Хатты 3-4 сөйлем жетеді бізге. Біздің жас ерекшелігімізде. Фараби ұстаз, мен сіз секілді болғым келеді. Сіз екінші ұстаз болдыңыз, мен сіз секілді күйші болғым келеді. Жарайсың, керемет. Сенен осы жауапты мен күткен едім, Тәңірхан. Сен өте мықты оқушысың. Басқа балалар да Тәңірхан секілді өз ойыңызды еркін жазар. Ұлы Әл-Фараби, мен сіз туралы көп біліп алдым. Мен сіз сияқты күйші болғым келеді. Жарайсың, керемет. Ассалаумағалейкум, құрметті әмірші, сіздің ойыңызбен келісемін. Әл-Фарабиді сарайға алып келу жақсы ой. Әл-Фараби халыққа елге керек. Жарайсың, керемет жауап. Мирас? Ассалаумағалейкум, құрметті Әл-Фараби ата. Мен де сіз секілді күй тартқым келеді. Сіз хан сарайына қайтыңыз. Сіз халыққа күй үйретіңіз. Жарайсыңдар, керемет. Sizin еңбектеріңіз өте керемет. Сізбен кездесіп әңгімелеріңізді тыңдағым келеді. Ой, жарайсың. Әмірші, мен сіздің Әл-Фараби атамызды тез тауып алуыңызға тілектеспін. Әл-Фараби атамызға мектеп ашып бердіңіз. Жарайсың, сабақ аяқталғаннан кейін хаттарыңды алып оқимын. Ал енді келесі тапсырманы орындауға көшейік. Ал қойыңдар. Келесі тапсырма бүгін оқулықта берілген жылдар ойының суреттегі домбыраның әрбір дыбысынан басталатын әрі О, М, Б, Ы, Р, А дыбыстарынан басталатын өнерге қатысты сөздерді табамыз. Ал осы домбыра туралы. Домбыраның қандай бізге өзінің халықтың атынан не айтқысы келеді туралы өлең берген болады. Домбыра ғана білікті, қазақтың бар қайғысы, кімнің бар одан сүйекті. Шаппай көр оның қайғысын, домбыра ғана ұғыпты, ананың зарын ел мұның, ішіне бәрі тығыпты, тыңдап көр соны сен бүгін. Жарайсың, керемет. Айтпаған жердің батырдың, домбыра ғана қайтардың, айтпаған жырын ақынның, домбыра ғана айта алдым. Атадан қалған сол мұрат, ұрпаққа бізді жалғайма, әкімнің жаны домбыра, тек тарта білер қол қайда. Жарайсың, керемет. Ұлттық музыкалық аспап. Ой, жарайсың, керемет. Ал аспап, ұр. Бара. Жарайсың. Жоқ. Пәннің атауы не екен? Музыканттар ұжымы, оркестр. Оркестрді басқарушы кім деп аталады еді? Жарайсың. Керемет. Тапсырма орындалды ма? Қандай сөз шықты бізден? Домбыра деген сөздің барлық әріптеріне жазып шықты. Ал сабағымыз өз мәресіне жетті.
бал, мына жерге неше бал жинаған болсаңдар топтап жазыңдар. Және де кері байланысқа астындағы тұрған смайликтерді белгілеп қойыңдар. Сағымызы Әл-Фараби туралы жинақ дайындап келеміз оқушылар.